Қазір өтетін тақырыптардың бірі, яғни сұрақты ары қарай жалғастырамыз. Ол бізде tag question. Tag question қазақ тілінде ол солай емес пе деген сөз. Мысалға, мен су ішемін, солай емес пе? Сен мектепке барасың, солай емес пе? Ол кітап сатып алады, солай емес пе деген сөзді дұрыстап аударып үйренеміз. Сіздерге түсінікті болу үшін, давайте мен сіздерге simple-дің үш жағында көрсетейін. Ол бізде қалай жасалынады? Қараймыз. Simple-дің үш жағын өттік, осыға дейін ең біріншісі present simple болған, күнделікті біздің істейтін іс-әрекет болған. Present simple. Енді ол қалай жасалынады? Егер жарты сөйлем плюс болса, жарты сөйлем минус та болады. Мысалы, I wear a hat. Бүтір. Болымды сөйлем, позитив сөйлемде қойдық. Мен киемін шляпа. Енді маған солай емес пе деп айту үшін негатив жасау керек. Онда бізде мен киемін деген сөздің негативі қалай болатын еді? I don't wear болатын еді, Мына жерге don't қойылатын жағдайда алып келіп мұнда қоямыз. Сонда don't I болады. Міне. Сонда мен киемін шляпа, солай емес пе? Мынау бізде позитив болып есептелінеді, мынау бізде негатив деген сөз. Мысалға, you help me. Сен маған көмектесесің, солай емес пе? You-дің отрицаниясы бізде don't-пен жасалынады, Don't you болады. Не так ли ты, дословно, орысша. Ал енді he, she-дің қасында естеріңізде болса, s жалғауын қосамыз етістікке, мына жерге қосамыз, He sleeps well. Ол жақсы ұйықтайды, үтір, солай емес пе? Енді he, she-та болымсыз қалай жасалынушы еді? Doesn't-пен, яғни doesn't he болады. Doesn't he. Ол ұйықтайды жақсы, солай емес пе? Ал егер мысалға he-дің орнында Али келетін болса, Али ұйықтайды жақсы, солай емес пе болған кезде жауапты he-мен ауыстырамыз. Doesn't Али демейміз, doesn't he. Алина болатын болса, doesn't she. Майман болатын болса, doesn't she болады, Міне осылай. Present simple күнделікті іс-әрекетті көрсеттім. Енді past simple-да қарастырамыз. Past simple не еді? Жай өткен шақ. Бардым, көрдім, алдым деген сөздер, Екінші столбикпен жасалынады. Бұған тоже бірінші сөйлем плюс, потом минус дейміз. Мысалы, давайте сіздерге түсінікті болу үшін мына сөйлемді алайын. I wear-дің екінші столбигі бізде wore болады, Мен кидім деген сөз. Мына жерде мен киемін күнде деген сөз. Ал мынау мен кидім, бұл өткен шақ. I wore a hat. Мен шляпа кидім. Не так ли деп айту керек, маған минус керек. Онда мынаның отрицаниясы болымсызы бізде didn't болады. Сонда didn't I болады. Didn't I. Мен шляпа кидім, солай емес пе? Міне осылай жасайсыздар. Енді you жазамыз, you. Help-тің өткен формасы көмектестім болса, ол дұрыс етістік helped болады, You helped me. Сен маған көмектестің, солай емес пе? Бұл да өткен шақ, яғни бұл жерге didn't қоямыз. Didn't you, солай емес пе? Сен деген сөз, дословно. Так, he, енді қараймыз, sleep-тің екінші формасы slept болады, slept. Оған s қоспайсыңдар. Өткен шақта мына s жалғауы жоқ. Ол ұйықтады деп аударылады. Мынау ұйықтайды, мынау ұйықтады деген сөз. Ол ұйықтады жақсы, солай емес пе? Didn't he болады. Міне, бұл өткен шақ болды. Енді біз оны аламыз да future simple-да өзгертеміз. Future simple не еді? Жай келер шақ деген сөз, енді болатын іс-әрекет. Will-мен жасалынады. Енді осы сөйлемді қайтадан аламыз. Мен енді киемін шляпа болса, ол қалай болады? Плюс, потом минус дейміз бұны да. I will, міне келер шақты көрсететін сөз осы. I will wear, первый столбик. I will wear a hat. Не так ли? Енді will-дің отрицаниясы болымсызы won't болады. Мына жерге кішкене симай қалды. Won't I болады. Сонда аудармасы былай болады. Мен шляпа киемін, мүмкін ертең, солай емес пе деген сөз. Won't I. Келесі, мысалға, you will help me. Сен маған енді көмектесесің деген сөз. Мынау келер шақ. Солай емес пе болса, will-дің отрицаниясы won't you болады. Солай емес пе сен болады. He, she-та he will, первый столбикті аласыздар, sleep. Өткен форма алмаймыз, ана форманы аламыз. He will sleep well. Ол жақсы ұйықтайды, енді. Солай емес пе?
won't he болады. Won't he. Міне. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын, иә? Енді ары қарай біз оны наоборот өзгертеміз. Сначала минусқа, потом плюсқа. Минус, потом плюс. Значит, мен не деп айтамын? Мен наоборот айтамын. Мен кимеймін шляпа. Қалай болады мынау? Present simple'да. I don't болады, иә? Отрицание қоямыз. I don't wear a hat. Мен кимеймін шляпа. Міне, менде бұл минуста тұр. Енді маған не керек? Плюс керек. Плюс керек болған кезде мына нотты алып тастаймыз, do-ді қалдырамыз. Сонда do I болады. Міне, бұның да аудармасы енді қалай болады? Мен шляпа кимеймін, солай емес пе? Бірінші минус қойдық, потом плюс қойдық. Плюс қойған кезде мына нотты алып тастаймыз, болды. Мына жерде қалай болады? You болымсыз don't help me. Сен маған көмектеспейсің, солай емес пе? Нот алып тастаймыз, do қалдырамыз. Do you? Не так ли ты, орысша? He she'тта болымсыз бізде қалай болады? Doesn't болады, иә? He doesn't sleep well. Ол жақсы ұйықтамайды, солай емес пе? Мынаяқтан does'дағы нотты алып тастаймыз, does'ды қалдырамыз. Сонда does he болады. Ол жақсы ұйықтамайды, солай емес пе деген сөз. Ал енді өткен шақты қайтадан минусқа, потом плюсқа өзгертеміз. Қалай өзгертеміз? Мен кимеймін, точнее мен киген жоқпын болады, иә? I өткен шақта didn't қоясыздар. I didn't. Мынау уже өткен шақта болғандықтан біз were деген несін алмаймыз, вариантын. Біз wear дегенді аламыз. Сонда I didn't wear болады. I didn't wear a hat. Мен шляпа киген жоқпын. Солай емес пе? Нотты алып тастаймыз. Did I болады. Did I. Мына жерде сен көмектескен жоқсың. You didқа нотты қосамыз. Didn't help болады. You didn't help me. Үтір. Did you болады. Не так ли ты? Did you. Мына жерде қалай болады? He didқа нотты қосамыз. Didn't. Didn't өткен шақ болғандықтан біз slept формасын алмаймыз. Мен сіздерге бұл сабақта алдыңғы сабақтарда түсіндіргем. Первый столбикті аласыздар. Sleep болады. He didn't sleep well. Ол жақсы ұйықтаған жоқ. Не так ли? Нотты алып тастаймыз, didті оставляем. Did he? Не так ли он болады? Келер шақты өзгертейік, кеттік минусқа, потом плюсқа. Енді мен кимеймін деп айтамын, иә? Болашақта. I won't, will not'тың қысқартылған формасы won't болады. I won't wear a hat. Мен шляпа кимеймін, мүмкін ертең. Солай емес пе? Мына won't деген сөз мына жерде ол will және not'тың қысқарылуы дедік. Енді мен нотты алып тастасам, менде не қалады? Will қалады, иә? Сонда will I болады. Мына жерде сен көмектеспейсің. You won't help me. Сен маған көмектеспейсің. Солай емес пе? Will'ді оставляем, not убираем. Will you болады. Мына he she'тта he won't sleep well. Ол жақсы ұйықтамайды. Үтір. Солай емес пе? Will he болады. Сіздерге тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Мектеп программасы болсын, универге тапсыратын болыңыздар, УБТ тапсыратын болыңыздар, любой кез келген жерде осы тақырып сіздерге керек болады. See ya.